Екінші сұрақ. А, Б, С, Д нүктелері координаталық түзуде тізбектес орналасқан. С мен Д нүктелерінің координаталы берілген 10 мен 16. Егер А, Б, ол А, Б нүктелерінің арасы тең болса 2 Б, С, 3 Б, С тең 2 С, Д болса, А, С нүктелерінің арасын табыңыз. Бірінші амалымыз мына жақта осындай болады. Егер С мен Д нүктелері бізге берілген болса, олардың арасын оңай таба аламыз. Оң жақтағы нүктеден сол жақтағы нүктені азайту керекпіз. С мен Д нүктелерінің арасы тең 16 азайту 10. Тең болады 6-ға. Осы ара қашықтық тең 6 бірлікке. Кейін, егер бізге С, Д нүктелерінің арасы белгілі болса, осы теңдікке қоямыз. 3 Б, С тең 2 С, Д. С, Д'нің орнына мына жақта 6-ны қоямыз. 6. Егер 3 Б, С тең болса 12-ге, Б, С нүктелерінің арасы тең болады 12 бөлу 3. Ол 4-ке тең. Б, С нүктелерінің арасын білсек енді, үшінші амалымыз осындай болады. Б, С-ның орнына енді 4-ті қоямыз. А, Б тең 2 көбейту Б, С. Б, С 4 болса, мына жақта А, Б нүктелерінің арасы тең болады 8-ге. Қараңыз, егер біз Б, С нүктелерінің арасын тапсақ, ол 4. Сонда мына жақта 4 бірлік. Оны азайтамыз 4-ті, шығады 6. А, Б арасы бізде 8 бірлік. Мына арасы 8 болса, 6-дан 8-ді азайтқанда шығады -2. Енді сұрағымыз қандай? А, С нүктелерінің арасын табыңыз. А, С, міне А, о -2-ге тең, және С 10-ға тең. Мына жақта бірнеше тәсіл бар. Төртінші амалымыз. Оң жақтағы нүктеден сол жақтағы нүктені азайтқанда олардың арасы пайда болады. 10 азайтылған -2 нешеге тең? -ке ол плюс болады. 10 қосылған 2 тең 12. Немесе оңайда тәсілі бар. Оның мына жақта 8 болса, мына жақта 4 болса, 8-ді 4-ке қосамыз, жауабы шығады 12 бірлік. Ол А мен С нүктелерінің арасы. Жауабымыз Б.